Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. А2 базалық деңгейдің жаңа сабағын бастаймыз. Сіздермен сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Панфилов аудандық филиалының меңгерушісі Аслан Маратұлы Қалибеков. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы алғысымыз шексіз. Грамматикалық тақырыбымыз ға қарағанда. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Көрікті, кірпік, қарақат көз, қиғаш қас, қою қас, мұрт, сақал, салмақ, толық, томпақ, түр кескін. Грамматикалық тақырыбымыз ға қарағанда. Қарағанда сөзі өзінің алдында тұрған зат есімдердің барыс септігінде тұруын талап етеді. Екі затты өзара салыстыру үшін қолданылады. Мысалы, қалаға қарағанда ауылдың ауасы таза. Әлібекке қарағанда Айбектің бойы ұзын. Оқыңыз. Жігіттердің талғамы. Қандай қыздарды ұнатасыңдар деген сұраққа 70 мыңнан астам еуропалық жігіт жауап беру үшін көп уақыт ойланыпты. Барлық жауаптарды жинаған соң, жігіттерге ұнайтын қыздың түр кескіні анықталған. Олардың талғамына көзі көгілдір, шашы ұзын және сарғыш түсті, қыр мұрынды, бойы 175 сантиметр, салмағы 60 килограммға жуық қыздар сәйкес келген. Олардың баласы жоқ, өзінің жеке тұрғын үйі болуы керек. Тағы бірнеше жігіттердің ортақ пікірі, қыздар жан-жануарларды жақсы көріп, клубқа барғанды ұнатуы қажет. Бәрінен де ең басты талап темекі тартпауы тиіс. Бұл әлем еркектерінің көзқарасы. Ал біздің қазақ жігіттері армандаған қыздың бейнесі қандай екен? Олардың талғамына шашының түсі қара, қос бұрымды, қыр мұрынды, қарақат көзді, көзілдірік тақпайтын қыздары сай келеді екен. Бойы орташа болуы керек. Мәтіндегі айтылған қыздардың келбетін салыңыз. Сіз детектив жанрындағы кинофильмді түсіруге әртістерді таңдайсыз. Кастинг жүргізесіз. Фильмде екі бас кейіпкер болады. Үміткерлерге қандай талаптар қойылатыны туралы кестені толтырып жазыңыз. Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы: адамдардың кескін келбетін сипаттап жазыңыз.
Сау болыңыздар.